Бола ма? Тағы бір ән. Подожди. Болды ма? Енді сен. Мен бір этим Флора Сулейманова, Татарстанның аталған артисткасы, гастрольга Қазақстанға келе. Һәм дә шул әниме дигән җырны ишетә. Ул аны язып алып, Казанга кайтып, татар теленә тәрҗемә итә. Ул әниме җыры бик популяр җыр безнең Татарстаныбызда. Мен шул ойна ишеткәнем Қазақстан. Мен қазақтар бізден жырны алғанлар екенсем, біз сізден алғансыз екен. Бұл құмалақ мәлі. Күршіда Иба болды, Құрамыш ағаның әйелі. Құмалақ сала. Менің анам айтты, үйрен деп бардым. Ола маған әже айтады, ол надо уметь разгадывать их язык, говорит, надо понимать. Так, говорит, бесполезно. И когда я письма не писал, на журфаке учился, она ходила құмалақ кидать, и она говорит, ждите вестей, скоро будет, говорит. И я потом телеграммой прислал. Вот, рахмет. А я вам, знаете, в знак благодарности короткий беташар исполнил. Знаете вы казахский? Айт келін, айт келін, атын басын тарт келін, сауысқаннан сақ келін, жұмырқадан ақ келін, келін келді келіңіз, көрімдігін беріңіз, алағылы деймеңіз, атын айтып қойыңыз, ане тұра атасы, балау екеу болдау деп, қабыл болды батасы, атасына бір сәлем, ане тұра енесі, құрын тұрға шекесі, өзің жатып байыңа, енесіне бір сәлем, өзің жатып байыңа, тұрпырдама келіншек. И гимн Казахстана я сейчас пою, короткий, да? Сейчас. Ага, сейчас. Сейчас гимн Казахстана, один куплет. Да, один куплет. Сейчас, один куплет гимна Казахстана. Да. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктен дастаны, еліме қарашы, ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менім елім, гүлің болып, егелімен, жырың болып, төгілемін елім, тоған жерім менім, Қазақстаным. Жасасын Қазақстан, жасақын туғандаш қазақ халқымыз. Ана Ғабдулла Тукайда язған. Да. Киттел білген қамадан, юлдашлар.